Тамшы кейзет ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Сейдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва ман вала. Субханака ла илма лана илля ма алламтана. Иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла субханала тағала баршамызды аман есен, қол аяғымыз бүтін, бас балашағамыз аман қалімізде баршамызды оразаға жеткізсін. Жалпы бұл ораза Алла тағаланың адам баласына, оның ішінде момындарға берген үлкен сыйы. Және сондай-ақ Рамазан бұл исламдағы 5 парыздың бірі, 5 тіректің бірі болып табылатын, жылына бір рет орындалатын үлкен ғибадат болып саналады. Мінекей біздер Алланың қалауымен жақын күндері міне осы қасиетті Рамазан айына да жетеміз. Енді біздің уағызымыздың тақырыбы осы Рамазанның артықшылығы жайында. Жалпы бұл Рамазан біріншіден Алланың парыз қылған ғибадаты. Демек, әрбір мұсылман Алланың парызы деп, бұның сауабын үміт етіп, Аллаға ораза тұтуы керек. Екіншіден, бұл оразаның біз енді артықшылығы неде? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, суму тасихху дейді. Яғни ораза ұстаңдар, денсаулықтарың жақсарады дейді. Міне бұл оразаның бірінші артықшылығы осы адамның денсаулығының тазаруы, денсаулығының жақсаруына үлкен ықпал ететін бірден бір Алланың пендесіне берген нығметі деп қарастырсақ болады. Ал енді жалпы екіншіден бұл ораза мынау адам баласы ашыққан кезде басқа уақытта тамақ таппай ашығып жүрген адамды есіне алу бар. Бірде Юсуф алейхиссаламға айтады: сен жер бетінің қазынасы сенің қолында, неге сен ашығасың дейді. Сонда Юсуф алейхиссаламның былай деп жауап береді: Ана ахафу ан ашбаға фа анса әл-жайя. Мен тойып алып, кейін аш адамдарды ұмытып кетуден қорқамын, сондықтан да ораза ұстаймын дейді. Демек, оразаның бірінші артықшылығы адамның денсаулығы болса, екінші артықшылығы өзінің қоғамдағы бірге өмір сүріп отырған, азық таппай жүрген, бір күндік тамақ таппай жүрген мұсылман бауырының жағдайын еске алу. Міне оразаның артықшылығы осында. Және де осы оразаның артықшылығына байланысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадис шарифіне көз жүгіртсек болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Я мағшара шабаб, мән истатаға минкум әл-бәәта фәл-ятазауажу, лиәннәху ағадду лил-басар ва ахсану лил-фарж, ва мән ләм ястатиъ фәғалейхи әс-сауму, фә иннәху ләху үжаун дейді. Пайғамбарымыз осы арада: ей жастар, жігіттер қауымы, қайсы біріңнің шамаларың жетсе, ораза ұстаңдар. Қайсы біріңнің шамаларың жетсе, үйленіңдер. Өйткені ол көзді және ауретті сақтауға жақсы дейді. Және осы хадисінің жалғасында, ал енді кімде-кім үйленуге шамасы жетпесе, онда ол ораза ұстасын. Ораза ол үшін жүген, қорған, сақтық болады дейді. Міне біз осы хадистен пайғамбарымыздың егер кімнің ораза үйленуге шамасы жетпесе, ол адамның міндетті түрде ораза ұстап
нәпсін тежеп, нәпсін тәрбиелеуді меңзеп жатыр. Демек, оразаның тағы бір артықшылығы адам баласының шахуатын тыю. Міне біздің исламымыз осындай адам баласының жан дүниесіне, адам баласын материалдық қоғамына әсер ететін, қоғамына көп пайдасы тиетін қасиетті дін. Міне осы қасиетті дініміздің бір ерекшелігі осы Рамазан. Міне Рамазанда көптеген пайдалар бар. Осы пайдаларды орындауға, осы пайдаларға жетуді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Демек, олай болса ағайын, осы қасиетті оразада жанымызды, тәнімізді тәрбиелеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай шахуатымызды тыйып тәрбиелейтін, сондай-ақ денсаулығымызға пайда беретін айда баршамыз Алладан амандықпен тілеп, күтіп, осы оразаға аман есен жетуді Алла субхана тағала нәсіп етсін. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля ант, ва настағфирука ва натубу илейк.